Баршаңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан осындай жұмсақ және де ажурный болып шығатын оңай блинчиктердің рецептісін ұсынамын. Видеоның керекті жерлерін өткізіп алмас үшін рецепті соңына дейін қараңыздар. Алдымен 4 жұмыртқамызға аз ғана тұз саламыз, шекер салып, венчикпен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Біздің жұмыртқа мен шекеріміз біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластыруымыз қажет. Жақсы араласқаннан соң сүт пен сұйық май қосамыз. Бұл жерде сүтті аз ғана жылытып барып қосыңыздар. Қатты ысытып қайнатып жібермеңіздер, аз ғана жылы сүт болса жеткілікті. Сұйық май екеуін қосып, тағы да венчикпен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Келесі кезекте міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды салып, оның үстіне шай қасықтың ұшымен аз ғана ас содасын саламыз. Тағы да жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Біздің осы массамыз жақсы біркелкі масса болып араласқаннан соң қайнап тұрған суымызды құямыз. Суды құйған кезде бірден тез араластыруға тырысыңыздар. Біздің массамыздың үстінде жұмыртқа болғандықтан пісіп кетуі мүмкін. Сол себепті суды құйған кезде тез бірден араластырып жіберіңіздер. Осымен біздің блинчигімізге арналған массамыз дайын. Табамызды жақсылап қыздырып дайындап қоямыз. Міндетті түрде таба жақсы қызу қажет. Сол кезде бізде блинчиктеріміз осындай ажурный, яғни тесік болып шығады. Егер табаңыз дұрыс қызбаған болса, бұндай тесіктер пайда болмайды. Сол себепті ең бастысы табаны жақсылап қыздырып алыңыздар. Ең алғашқы блинімізді осылай пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Келесі блинчикті пісіретін кезде де табаны жақсылап міндетті түрде қыздырып алыңыздар. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, осы видеоға лайк басып, және де осы видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай біздің блинчиктеріміз дайын болды. Өте жұмсақ және де осындай ажурный тесік болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, рецепт ұнаған болса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.